Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақты бастамас бұрын сендерге жұмбақ жасырайын. Жіп-жіңішке инедей, екі көзі түймедей, тікұшаққа ұқсайды, бірақ биік ұшпайды. Бұл не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, инелік. Балалар, осы жұмбақтың ішінен заттың қимылын білдіретін сөздерді оқыдық па? Тік ұшаққа ұқсайды, бірақ биік ұшпайды. Неге ұқсайды? Тік ұшаққа ұқсайды дейді. Бірақ биік ұшпайды. Не істейді? Ұшпайды, бірақ биік ұшпайдыны біліп тұрмыз, е? Сонда бұл жерде ұшпайды сөзі не істейді сұрағына жауап беріп, заттың қимылын білдіріп тұр екен. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Инелік пен тиын. Тиын ағаш қуысындағы інінде отырған. Оның қасына бір инелік ұшып келді. Ол, тиын, сен не істеп отырсың? Деді. Мыналарды кептіріп отырмын, деді. Ол күнге жайып қойған саңырауқұлақтарын көрсетті. Оны қайтесің? Деді инелік. Қыста жеймін, бұл менің қыстық азығым. Өзің де қысқа азық жинайтын шығарсың, деді тиын. Қыста мен ештеңе жемеймін, бір қуысқа кіріп алып ұйықтаймын. Ой, не еткеннен құшылсың? Деді тиын. Балалар, бұл мәтін өлең бе, әлде әңгіме ме? Бұл мәтін. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдаршы. Тиын не істеп жүр екен? Қыстық азығын, яғни саңырауқұлақты кептіріп, жинап отыр екен. Инелік, оны не істейсің деп сұрады. Қыста жеймін, ол менің қыстық азығым, деді. Балалар, мәтінді бір оқып болғаннан кейін бір-біріңе сұрақ қойып, мәтіннің мазмұнын ашыңдар. Олай болса, екінші жаттығуға қараймыз. Ребусты шеш. Шыққан сөзден сөйлем құра. Ине және елік. Ие сөзін алып тастасақ, инелік деген сөз шықты. Инелік гүлге қонды. Инелік не істеді? Қонды. Неге қонды? Гүлге қонды. Осылай сөйлем құрап, дәптерімізге жазамыз және заттың қимылын білдіріп тұрған сөздің астын сызамыз. Үшінші жаттығу. Көркем жаз. Біз бақта тиынды көрдік. Ол бізден қорыққан жоқ. Адамға әбден үйреніп алған. Балалар, енді қимылды білдіретін сөздерді табайықшы осы жерден. Біз бақта нені көрдік? Тиынды көрдік. Ол не істеді? Қорыққан жоқ, бізден қорыққан. Яғни бұл жерде қорыққан жоқ сөзі қимылды білдіріп тұр. Не істеді? Қорыққан жоқ. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.